Ассаламуалейкум баршаңызға. Алдыңғы количество қалай өсіреміз деген видео жақсы қаралым жинапты. Қолдауларыңыз үшін барлығыңызға көп рахмет. Бүгінгі видеода отжимания с нуля қалай үйренуге болады және бір хлопок, екі хлопок қалай жасаймыз, сол жайлы айтатын болам. Яғни соларға қандай тренинг жасау керек, соны айтам. Сіздерден тек қолдау күтем. Арнаға жазылып, комментарий жазып, лайк басып қолдап отырыңыздар. Бұл сіздер үшін небәрі 20 секунд нәрсе, мен үшін үлкен қолдау. Отжиманияға келетін болсақ, бұл жаттығу арқылы сіздер кеуде, иық, трицепс бұлшықеттерін жаттықтыра аласыздар. Бұл отжиманияның ең оңай түрі. Бұны кез келген жерге қойып жасауыңызға болады. Ең бастысы өзіңізге ыңғайлы болса болды. Бұл алдыңғы иыққа және грудактың астыңғы частина жақсы көмегін тигізеді. Отжиманияны жаңадан бастап жүргендерге осы жаттығуды жасауға кеңес беремін. Бұл жаттығу арттағы жаттығудан кішкене ғана қиынырақ, бірақ бұл жерде енді одан көбірек нагрузка түсіре аласыздар. Алдыңғы новичоктар, қысқасы ана жаттығу жасап жүргендер, ол оңай болып кеткен кезде осы жаттығуға көшуге кеңес беремін. Бұл жаттығу арқылы да біраз нәрсеге жетуге болады. Келесі жаттығу широкий отжимания. Бұл жерде кеуденің бүкіл части іске қосылады. Яғни кеуде бұлшықетін жаттықтырамын деп жүргендерге осы жаттығуды жасасаңыздар болады. Себебі бұл жаттығу ең популярный жаттығулардың бірі, кеудеге арналған. Негізі бұл жерде классический отжимания тұру керек еді, оны түсіріп керек емес деп ойладым. Келесі жаттығу қолды жақын ұстап отжимания жасау. Бұл жерде иықтың алдыңғы частимен трицепс жақсы жұмыс жасайды. Бұл жаттығуды воркаут алаңында түсіруді ұмытып кетіппін. Бұл жаттығу алмазный отжимания деп аталады. Қолды алмаз секілді ұстап отжимания жасаймыз. Бұл жерде грудак пен трицепс өте жақсы іске қосылады. Бұл жаттығуды өздеріңіздің жаттығу программаларыңызға қосуға кеңес беремін. Өте жақсы жаттығу. Бұл широкий отжиманияның қиындатылған түрі. Бұл жерде кеуденің үстіңгі бөлігі жақсы жұмыс жасайды. Яғни көбінде астыңғы бөлік жақсы шығып, үстіңгі бөлік қалып кетеді. Осы жаттығуды жасауға кеңес берем, ең жақсы жаттығулардың бірі. Келесі жаттығу взрывной отжимания деп аталады. Яғни бұл жерде бір хлопок үйрене алмай жүргендерге осы жаттығуды жасағандарыңыз дұрыс. Бірақ енді бұл жерде бұлшықеттер дұрыс іске қосыла бермейді. Бұлшықет алдыңғы жаттығуларда жақсы іске қосылады. Ал енді хлопокпен жаттығу жасау бұл взрывной ударға жақсы көмектеседі. Бұлшықетіңізді шығармаса да денеңіздің қатаюына септігін тигізеді. Екі хлопок, бір хлопок ұратын жаттығулар негізі бұлшықетке көп көмектесе бермейді. Бұлар жай әдемілік үшін жасайды деп ойлаймын. Бұл жаттығу иыққа жақсы нагрузка түсіреді және де стойканы ырғақ үйреніп жүргендерге осы жаттығуды жасаған дұрыс.